Қожагелді Медетовтің, Амангелді Қонақбаевтың 60 жасына арнауы. Өмірдің еркін жүзіп кемесінде, жарқылдап шұқырат медал кеудесінде. Еңбегі ел алдындай бағаланып, еркін тұр 60 жастың төбесінде. Тап-таза тәртіп орнап бөлімінде, жұмыстау адал істеу көңілінде, 60-тай абыроймен тойлап отыр Алланың өзі берген өмірінде. Талайдың өміріне болып панай, ажалдан алып қалдау келсе шама. Кәсібін дәрігерлік емденген, меңгерген жіберместен ешбір шама. Жұғындау науқастардың бөлімінде, арнаған 35 жыл өмірінде. Жұмысын шын беріліп өзгертпеген, серелік сайрандаудың сезімінде. Нұрлы жол үн қағаздау неше дүркін бастырып әбекеңнің суретін. Журналист Жүсіп Қожау Әлқожаев таныттау дүйім елге емін еркін. Дәмдізі жараспаған алғандардың бөлек қойып кіргізбеген қалғандарын. Әбекең Алпердей азнап тұр, 60-тау іштей санап барғандарды. Алпыстың алперсі болып тұрсын, жағдайым аман бидің сізге болсын. Өмірдің қызығы мен денсаулықтай, жасыңыз той думанмен 100-ге толсын. Келтірдім өміріңнен азғана елес, әбекең бұл сөзімдау бөтен көрмес. Мерейтой себебімен сөз арнаған, ініңіз Қожагелді ақын емес. Ақын емес Қайымназар Шотбасов, Тамды тарихы. Тамды халқым тарихсыз ел болмайды, өткендері еске алмаған оңбайды. Талай жақсы жандар өткен Тамдыдай, бүгін ақын сөз қозғайды сол жайды. Демек халқым дек ақыным көшеді, айтпасаңдар асыл тарих көшеді. Дауын шешіп Қарақалпақ қазақтың маман биді тоқтатқан ер көшеді. Тарту етіп жоқтығы мен тоқтығын, ел басынан талай ауыр күттігін. Биік ұстап барды елдің шоқтығын, алмат сынды жарым патшау жоқтығын. Тартысқанда жесір дауын қоныш деп, тура сөзін тұрып тыңдар тегіскеп. Аңғара мен бақасынды биғайдай, ырзақыл мен жауылбайдай болышы. Бергенімен жаймақ болып атын тек, өздері жіберіп алып жатыр көп. Сақиғайда өтеп баймен берді дей, маябас мен мәмбет құлдай батыры жоқ. Бәрі дөтті қайрылмасқа жол алды, ұрпақ бүгін есіне алар соларды. Жаңа тарих соңғына 70 жыл, ел өзгерді, жаңа заман жаңарды.
болмасақ жазардым, әр сөзіне куә болардың. Там еліне райком деп куәлік алғаш алған Ахмет Назардың. Түбеніп қой бұйраға алғаш бос болған, өтеу болар қатсылыққа жас барған. Сабыр екен сабыр мол кең басшой, Садық қожа елді ұзақ басқар. Бабалардан бізге мұрамал қалған, миллионға жетсе деген болдарман. Ансатбай Үшенбайдың кезінде сол межеге жетуге мал салған. Кім қалады тірдіктің бұл көшінде, өткен өтіп өшіл ұрпақ өшуде. Адалдықтың бейнесінде елдің шын, Әбділла мен Сыдыққа тау есінде. Бүгіндері орындасам арман, соның бәрі ізденумен құралған. Әріп әкем Алматыдан түйемен, қан еді тұңғыш газет шығар. Мұраламыз жүгіл білім шырақтан, оңайған қол жетпеп тау бірақтан. Тауысы бап 29 әріпті, Сапабек қой кезінде әріп сұратқан. Жақса еспенлер көзге түскен жат еді, аналардың ақтан тұтқан бар еді. Мәсидан аятша мінген ең алғаш, Сарыева Ақбұлықтай ан еді. Қарын ашып шулаймыз кеп бастықтан, аштықты айтсаң талай көзден жас шыққан. Соғыс жылы президенті тоқтатып, Ералиев ездеп қалған аштықты. Еңбекпенен толғып бұл ер көші, қыруар малға толған талай жер төсі. Бір тандыдан шыққан болса 8 ер, жабай атан сол 8-дің серкесі. Бүкіл елде тілге тек мақталды, Қарабазар қалқа аузында сақталды. Әркімдерден қала бермес бір белге, Әбілтайдан тек сөз емес бақ қалды. Бұлға сөзді бұйдасынан жетелеп, Дүйсенбайы түгі тұлын төпелеп. Әділістің халық берген бағасын, күн шығарды тұратын ел көбелеп. Тоқтамайды уақыт керуен көшеді, көп бүгінде мықтылардың есебі. Бірегейі Исалы Ақберді, білген жаңға бүкіл елдің көшебі. Сезіреби төрен бір атқардылы, Жүсіп қожа қара сөздің бұлбұлы. Әбдіхан мен Әбенелдің ағасой, Әбдіқали өнегедай үлгілі. Арабаны қалық көзі көреген, сыр шертеді шөн ағам көнеден. Үш құдыққа енші бергені Әбдірейім, еледік біз асылы көбінеді. Осы көштің құрба аға інісі, Ғазимесі елдің мықты ірісі. Тере берсең түгел сыймас бұл жырға, ойлап тұрсам доғарған ау тұрысы.
Сүйін Омаров. Өмір толғауы. Ey bir gece suyun yedim dürtügen, kadirde suyun көзге өлінбеген. Кезінде жақсылармен жұмыс істеп, бұл күнде кім болғаны білінбеген. Өмірдің ең қызығы өтіп кетті, кәрілік кейлікті қойдырылдеген. Жас дәурен енді қайтып келер емес, кездерім еске түсет күлімдеген. Сөздерім жалған шығып, бұл уақытта болғанмен өрге шауып сүрінбеген. Алланың парыз қарызын өтемедім, соны ойлап ұйқыға көз ілінбеген. Жастықтың албырттығын енді ойлап, бұл ағаң ақыретті ойлап қайғы жеген. Я Алла маңайыңдай өзің сақтау, күннен күн асып баруд, уайым деген Жүніс Сәрсенбаев. Ерімбет Моллаға. Адамзатты жегеде 5 күн қонақ жалғаншы, тұрағың жоқ құйтыбың шұлық. Дертін ау ерекеңнің шипа бірге ялымның, бұрын өткен арты сұлақ. Көрсетіп ақтық жолын адасқанға мейу алу ортамызда күшім дарақ. Шарғыны шарға салып жүрсе біреу ашар деп жібереміз соған қарап. Татаусыз тал жібектей шешіп берсе жатасың ішкен асың бойға тарап. Шешілмей мәселесі жан кетпейді бәрінде, қашып беріп кітап қарап. Дегенім ортамыздай күшім дерек, бұл күшіп бір мен емес халыққа керек. Адамның бас аяғы толып жатыр көңіліне, ідім қонған елден ерек. Адамның 18 мың бар егесі, ешкіммен ойласатыны жоқ кеңесі. Бейтерек басы биек деген мысал талайға, ой түшетіғын көденкесі. Қауқым көптеннің жолы барады азып, алым ғой аздырмайтын мықты қазық. Елеріп ерімбектен естідім деп тәңірге, тадай молла қалады жазы. Bendenim Allah biledi hak karasın, jasırgan бар sırınga aktarasın. Yer yüzün Süleymendey bil deseng de Allah'ın huzuruna bir barasın. Deriğe indi munday alım kayda, karalas kalganlar berim ayda. Arasın ak karanın aşalmaydı, öldükten aksalgan körüp payda. Құда өңді, ер көзіңде ерекен жүре тұрса әрғалайда. Өткенге өте бәрі өтемесе бара тұр ұмыт болып абыройда. Адамның бірдей емес ақылесі, өлімнің мәлімі жоқ ертекесі. Ерекен олай бұла қойса, дайын тұр молдалардың төбелесі.
шешесінші келгенде алымы жоқ бір жерге қормайды әңгімесі. Көңілінде сауат та жоқ, ақшалуда қалыққа молда болады оның несі. Қылтамақ болса науқас аштан алмақ, келген соң ол дүниеге қайтып бармақ. Пәниден басқа жайға келе қойса білемін, мұсылманға түсер салмай. Жарандар жалғаншыда жүрдің жайға, өлімді қойғалыңдар байқап. Дүниеде мөлдер бет көшті десе талай жан отырады ол басын шайқап. Елге жоқ ерім бетте енді алым, кітаптан мағына айтып берген тәлім. Ақшалы молда болып жүргендердің қолына кітап берсең арты мәлім. Сұрасаң ерім беттен жауаптайын, әр жылдың ауыстырмайды күн мен айын. Күндегі саясаттан хабар алып газеттен жібермейді нөмір ашу жоқ адым кісі кең болады, халыққа айтқан сөзі ем болады. Ақшада бәркімменен сыбырласқан қалайша ерекеңмен тең болады. Жұбатып шыдағанда дұға қылса, бұлысы шариғатта жөн болады. Алал деп Құран шығар деме қылса, кітапқа бұл жұмысы дөң болады. Бейақыл жазған мұны Сәрсенбаев, қатесін кешіріңдер болса айып. Алымға айтқан сөзді аламыз деп әркімдер алып кетті ау. Жұртқа Данияр Құлмырзаев, қалқым қайда барасың? Қалқым ау қайда барасың, кім тастайды ау панасын? Жол қылып шауып жүрсіңдер екі елдің арасы. Қасиетің шын қашты ма, бауырына тартпай баласын. Көзімнен жас тамды ғой, сезгесін жүрек жарасын. Байлығым ол таусылмас, асырайтын елде анасың. Тамсантып еді даңқыңды, Тәшкен мен Мәскеу арасын. Көрмеген жандар ойланар, көргендер көзбен анасың. Барсаң да қайда халқым ау, еңбекпен табыс табасың. Ақтау тұр алдай аңырап дегендей қайда барасың. Топырағына тандының жер деген атай анасын. Әр уақыттай аттап халқым ау, қай жаққа көшіп барасың. Көзіңге естік көрінер, ақтаудың көрсең қарасын. Сабырдың сүбі саралтын, еліңнен бақыт табарсың. Дүрдігіп бәрің жүрсіңдер, бас қосып шешпей жарасың. Тандыны тастап халқым ау, ойлансай қайда барасың.
Қамдыны тастап қалқыма, ойлансай қайда барасың? Қайымназар Шотбасов, Сағыныш. Талай жандау жөн күткен тағдыр салып алдына, туған жерде керемет бір қасиет бар мұнды. Сендіре алмай сезімді, көндіре алмай жанды да, жүрегімнің жарықсау қалып кеткен тамдыдай. Ұмыталмай құмында, ұмыталмай тауында, шын сағынып жүрау дер үлкен кіші бауырдау. Ақылымның жарықшы қалып кеткен алыста, асылымның жарықсау қалып кеткен ауылдай. Туған жерді аңсаумен толық сезім толғаққа, біреу келіп қалар деп көзім кілең жол жақты. Өмірімдің жарықшы өтіп кеткен ол жақта, көңілімнің жарықсау қалып кеткен сол жақта. Ойды алап басымды сағынғаным үшін бе, қойғы алап жүремін құмды кешіп түсімде. Қимай ақыры қиялымның жарықшы қалып кеткен қалайда. Қызыл құмның кешенде қалып кеткен қалайда, қызыл құмның кешенде. Нұртуған Сыдықов, жиеніне ақ тілек. Бүгін той шаттығы ұлы мерекені, келтірген тойдың сәні берекені. Жиенім келіне кеп қуантудай, үлкеннен алып үлгей өнегені. Тегіміз бекет ата, шобдарымыз емес қой аталардың осал бірі. Той күн аяқ тілекті айтатығын, кез келдау құлақ салсау жұрттың бәрі. Әкесі Сәдірбайда тойды бастап, қуанып міне бүгін жарқылдады. Шешесі Пернегүлдау арман бармай, ұрпағы баққа жетсеу артындай. Қуану қандай жақсау атанаға, осы ғой ата жолға талпынғаны. Кезекпен екі жасқау келсегенде, арналар ағасының мақұлдары. Бас қосты жиенім Майрамбекпен келін Роза, жолымен аса дәстүрі салтындағы. Ақ отау құтты болсын көтерілген, біз барда ештеңеден тартылмасын. Келмейді рақатын қиындықсыз, ойлай біл дос пен туыс жақындарды. Көппенен тіл табысу оңай емес, ұшпасын бақыт құсың басыңды. Bir Allah kabul etsen av тілегімді, көпшілік қолдау берсін осындағы. Ерімбет Молла Шабарұлының айтқаны.
ол да көп ақша үшін арын сатқан, ол өзі оқып келген қайсы жақтан. Шіреніп барды жоқтың бәрін қамтып, армандап үміттенген тәңір хақтан. Жазылған ескі сөзді шала жаттап, оны да өздігінше бұзып айтқан. Ойламай ақыры түбін ақшанадып, мақтанар табыс тауып батпан. Білмәл деген кезде тілді алмай, назанет бас көтермей ұйықтап жатқан. Ойпырмай қайдан шықтым мұнша молда, қалақтау қапелімде таңыр қапқан. Деген бір аңқауелге арамза молда, шариғат деп әр нәрсенің басын шатқан. Біреуі молдасынып сөзін айтсай, ол сөзден екіншісі қате тапқан. Бұлар үшін өз-өзіне күнә артқан, азарын өзі көрсін Алла хақтан. Осының бардығындай ай көз көріп жүр, нақақтан сөзім емес жала жапқан. Балқы базар, толғау. Сенде арман жоқ, жазылған сөздеу жалған жоқ, ол сөзіміз бәндәні күйлерге салған жоқ. Аз ұтысай ақсиған, нарғасқадай қақсиған, көз ақтай сүзілген, маржандай тісі түзілген. Келме келген кермейік сағағынан үзілген, белгілі ару қор болып күндерден жылап қалған жоқ. Жылайда қалған мұңдықтау кім еңсетіп алған жоқ. Қынапқа салсау қылп еткен, суырып алсау жылт еткен. Нарды шапсай бүлк еткен, итті шапсау аңқ еткен, қатарға қайтып қосылмас тиген жеріп бұрқ еткен. Әйді әрдің тіліндей сілтеген кеттен білінбей, тасқа салса қайтпайтын балдаға айып олады. Керегедегі күдік біткен ерлердің нешеуінен қалған жоқ. Қалған жоқ. Қазығындау тегілген, жыландай бөді бүгілген. Қырымнан қара көрінше құлағын жұрттап өңілген, жаурын жазық тақтадай, жалы жұмсақ мақтадай, ойлық кеуде кекшіл бас. Қазығында байланып сапары теріс айналып, күні біткен ерлердің нешеуінен қалған жоқ. Қалған жоқ. Жауды көрсе сайланған, топты көрсе айналған. Алмас қылыш асынып жебесіменен айзалған. Қырымнан қиқыл таянса көк бүркіттей шүйді көп, лашын құстай түйді көп. Бір шапаққа ойланған қабағы қалың ер жігіт жалғыз оққа жолығып. Жолықса көңілі торығып, астындағы назбедеу оясы тұрмай зорығып. Сағағынан жаханда сары шыбын үймедеп, оймен қырға денесін көкжал бөрі сүйредеп, халық үшін туған ерлердің нешеуінің кеудесі құба жонда. Қалған жоқ.
Данияр Құлмырзаевтың әкімнің өзіне арнаған өлеңі. Ей жырау мен ақын қоссақын, бұларға жақын кім жақын? Шығарып бір айтып, аталар жырау әмақын. Саласын әнді шалқытып, кетейді бойды балқытып, қайтасын теріп, асылын теңіздей кеме. Ай, қалқытып, тербейді ойын ақындар, ақынға жырау жақындар. Мазмұн сөздің түсінген, есткен құлақ мақұлдар. Сеніміз біздер төренің, ұнайды әні бөленің. Көңіл ашып қалқыңның үлкейте бер. Ай, төлемін, ай. Әр жырау әр ақын өткен қой басар атамыз. Сөздерін естіп солардың мақтанып біздер қаламыз. Әніңді шалқып тартынба қалмасын толқынның артыңда, жарайтын топқа жыраусың естейміз мақтай. Ай, қалқыңдай. Ай, Өткелбай менен Батырбай туған сенің нағашың. Жас едің сен білмейсің, көрген біздер ағасын. Батырбай жырау ағасы, әкеме туған нағашы, саған қонды бақыты бірасы жақын. Ай, шамасы. Әкімде қойған атыңды сәкең пысық әкеңіз. Кешірім жасап жол сілтер болса кеткен қатеміз. Жан-жағың сені көрнекті, қоясын әнмен көрнекті. Сен жырдаған жеріңде ешкімде бөтен көрмепті. Талабың тауға өрдесін, дұшпанның көзі көрмесін. Бөлене бер бақыттай ақынның айтып. Ай, термесін, ай. Балқы базар, Бақа биге. Ассалаумағалайкум, Айбектің батыр бақасы. Шөменнің алтын сақасы, жақсы сөзбенің асылар, көңілдің қай қапасы. Жадыңа дұрыс алмасаң, көзіңнің қырын салмасаң, қайрат туған бияға, ардаған базарыныңның болмай тұр еркін. Ай, сапасы. Үстінен дұшпан аспаған, аяққа бәнде баспаған, сізде берен ағамыз. Шынымен шандансаң, екінің тасы жарғандай, босанар еді-ау, ай, жағамыз, ай. Ей, ағаға арқа сүйеніп біріскенің ұрынды, жатырмын жаттың ішінде білдірмей жұтқа сырымды. Жақсының жүзі ұрайда адамға жылы азары, орынсынау дұшпанның батты жаман азары. Құйрығымен жар соққан мен дәрияның сазаны, кінәсіз күйген әніңмін. Әділдік көрмей әкімнен көріп бір жатқан, ай, жазаны. Ежелден қалқа жол айтқан Жәнібек ұлы кедейсің. Бірісті алсаң ойыңа, ермейтін жан жоқ жолыңа, азбен көптау теңейсің. Қамқыр болып барып қысылғандарға дем беріп, әруақша жедеп жебейсің. Жол барыстай айбатың, дұшпанға қайратың, оғыңды қарсы кезейсің. Таң шабытың келгенде аш бөрідей кезгелсе, кімді ұнатып жемейсің. Қанатыменен су шауып, қаршыға көңілін білдірген, қысылған мендей әніңді бір жолға бапау. Ай, демейсің, ай.
Балқы базар, Сардар Алматқа. Болғандай ағам Алмат, жеңгем күміс кісіде бола бермейді ғой бұндай туыс. Алекем қырда тұрып айқайласай, болады кәдім шөмен бірақ. Жылқы сай ауылымыздың ада-құдай, өсірдің балдарыңды етіп бұла. Атаңыз Киікбайға оқ тигенде, өз аттап түсірмек бет анаң қынау. Жылқы сай ауылымыздың құладады, келте жал құйрық ұзын шұбалады. Ризамын шөкпек түгел ұрсаңдаға, қолыңнан өлтірсеңде кім алады? Арғасаң әлбектей батырларым, келіскен судан бермен ақырларың. Аулыңа өзіміз деп бил келдім, келсін деп өткен жілет шақырғаным. Жол алыс ауыл шаллай аттап алмай, кешік үйге келе жатырғаным. Қайратын қадық түгел қанға мәлім, көңіліме келмейді кейіп ақырғаным. Не сөз бар қайратыңды қадық көргенсің, кісіге тазай сұраған ат бергенсің. Қазақтың киіз үйдай тазасы жоқ, өлшеусіз Алла саған бақ берген сол. Қалайда бұл қатерден ауқдармын сөйлеп Құдай тілмен жақ берген соң. Балқы базар, өсиет. Таспайды дәрге суы, сел болмаса, толқынды көктем мезгіл сен болмаса. Сарқырап аққан судың пайдасыне, арқай тұзып аққан күл болмаса. Шалқыған айдың күлді сен болмайды, жағалай жайдап қонған ел болмаса. Көкорай көктемде де сен болмайды, көк жусан бедек ел бел болмаса. Асқанмен сатып алған дәм болмайды, зенен еріп туған түл болмаса. Сүмбілсе сұлуда да сен болмайды, алдында ой әлди деген ұл болмаса. Ер жігіт қала барсай, азар көрет қалда да саудағылар тұл болмаса. Ауылға ақыл саға бола алмайды, өзінің ақыл есім ол болмаса. Басқалар адамға да айналмайды, қашаннан ат шыққан тең болмаса. Ер жігіт топқа шығып зерді болып қалғана, айтқан сөзі ем болмаса. Алашбек Елмұратовтың Қожаназаров Асан 50 жасқа толғанда шығарған өлеңі. Өмірдің мініп үлкен кемесіне,
елудің көтерілдің бедесіне. Бұл күндай беделің зор достарыңның, айналдың ұстап тұрған шегесіне. Ырғасып көптіңісі зырғасқаның, елуде бір тағы бір қырдасқаның. Якір болып тұра бер ортамыздай, мәңгідік ашық болсын нұрласпаның. Дұшпанның елің етпе табаларын, үні түгел сыйлап жүр ағаларың. Елудесің тағы да елу жасай, аман болсын жеңгей мен балаларың. Өзің көріп өссең де тапшылықтай, асеке жігіт болдың сатқылықты. Жамандықты жоқ етіп найзағайдай, туғып ұстап келесің жақсылықты. Дүние қоңыз мейлі алтын артын басын, білесің өзге одан артылмасын. Жақсылық бойыңдағы сарқылмасын, асекеу арман болсын алтын басын. Қайымназар Шотбасов, әкім жырауға. Әкімжан алдым бұра серігіңді, жел көңіл жырға құмар желі көңілі. Тортадан жаңа айырған сармайдай сағынып, отыр тағы елініңді. Табиғат кімге дейін санап берген, жігітке талантпенен талап берген. Тамдыда кеше бүгін өнер жазба қаумадап, қалқа аузына қарап келген. Туғалы базар жырау ғасыр жарым жырының қалғынған асыл мәнін. Шәрбек ағаң оны кітап етті жинақтап, елесінде шашылғанын. Өтеді күнді күндер жетеліге мұра боп болашаққа кетер өлең. Кетпейді құлағымнан зарды өні дауысы, елеусіннің көкелеген. Айгөке қадыр зары елдің мұңы, асылдыр емес пе бұл ердің бұны. Баласы орасшада олда жырау дауысын, өзің тыңдап көрдің мұны. Ақынның бағы бөлек баспасында, ақыл бен ардың сөзі астасуда. Белгілі берді ақын бүкіл елге ескерткіш тұрғандай ау қасқасуды. Үмбет бала жырау ақынғандай, халықты ұлы тойға шақырғандай. Қадірше сөз қадірін білген зірсіз жырау жоқ, өзіне ағасың Батырбайдай. Баласы Сәрсенбайдың жүні шақын сөздері құйғандай, ау миға алтын. Жалғаған бірін бір әкемен ұл сондықтан, еске алады ау мұны халқым. Әр ақын әр жырау әлмен еді, әлмен сөз өмірінің бар мән еді. Естейсің ел аузында бүгіндағы артындай, асыл сөз қалған еді. Қалған
Құмнан бір керемет байқадым деп жырлаған қызыл құмын байтағым деп. Өмір зауыр ақын өмір қысқау айта алмай, ерте кеткен айтарын көп. Жан еді жаны жайсаң жазирадай, артында сөз қалды хазинадай. Париж бен Венеция бас имеген тамдыны көрген Мәккә Мәдинадай. Ақынның сәбет ағаң ақсақалы, қалайша шықпа соның жақса тағы. Күйсекші күмбірдетіп домбырамен шымшылап сатирамен жатса дағы. Шымырлап сыр туындап жүрегінде әкелген ой толғатып жүр өмірге. Ардақын асылағай әбдіғаппар деңгейлес кім бар оған бұл өңірде. Біткендей бойын асыр сөзіне гүл сөйлейтін ақыл сөзбен өзі де кіл. Жыр жазып кітап берген ләтіп атан өн бойы тұнып тұрған сезге жыр. Өмірдің кеңісінде кемісінде жасырмай құмар айтып бөлісуге қарт ақын мың құлақтық ейтемерде атанған ақын аға ел ішінде. Қарт ақын мың құлақтық ейтемерде атанған ақын аға ел ішінде. Өнерді өзгелерден өңгеретін, өлеңді өз малындай өңгеретін, ұстазың әрі аған кәлендарға, өлкеңде кім бар оған тең келетін. Дүркүйшай Әбдімұрат Бөлегелден таңдаған қайта-қайта келе берген. Тартқанда домбырамен адай күйін, адайдың бір сұлу ере келген. Жыраулар қалық көңілін көтереді, кешегі бұлбұл жырау өтеп еді. Лентадай сөзі қалдай, әні қалдай, ой жалған әді жүрсе нетереді. Бұл жалған десе сынағы жалған, солдырған талай жасты бүршік жарған. Ұлт орыс жаны қазақ сас еді ғой, қазақтың қадық әнін шырқап салған. Келтірген домбырамен ән-мақамын, елімнің дүрәйсісі әл-мақаным. Өзеншау әнмен жырдың бір мектебі, өнерімен бас идірген бар қатарым. Бағила орсаңдағы бір гүлінім, халқына сыйға тартқан бұлбұл үнін. Жанында сіңлілері өдер қуып, ізінен көсіп кетет бір-бірін. Мақтаның бір ауылда мақтан еді, суырылып қатарынан шыққан еді. Ән айтса топ алдындай дос екеді, көпшілік қолын соғып құттар еді. Еспіліп өнер дүйдің іргесінде, жасынан жақсылармен бір көшуде. Баянмен домбыраны қатар ұстап, бір төбе жалғасыр ау жүргішінде.
Өнердің жырға қосып бар түресін, білемін түгел айту шарт емесін. Айтасам Нұрдыбек жыр Ақбайменен, көтеріп елдің биік мәртебесін. Астан сайтамды бұды өскен жерім, сырсыйлап тіл бітірген маған едім. Ой түйіп жазған аған қайып назар, айтып жүр топ алдындау әкімінім. Әкімінім ай. Жүсіп Әлғожаевтың Кеніміктік Молдағали Ақсақал 80 жасқа толғанда арнаған өлеңі. Кейінгіге бердің жақсай тағыдым, көрсетпей ақ мінезіңнің қадырын. Келмекпен тамды бұлақ ауданға, бұл күндерде тым жоғары қадырын. Айтудың не қажеті бар анықтап, есіміңе талай адам қанықпақ. Тойғытты боп аулыңызда әрдайым, ұша берсін бақыт құсы қалыптай. Қара дәрсе ағарама жуған мен, жамай жабы бәйгі адама қуған мен. Қатарыңнан оза туған тұлпарсың, әрбір күнін өткізетін думан мен. Жаман жарға қайтыңдаршы тон бекен, үлкен тұрып сөйлеу бізге жол мекен. Сондықтандай алғы сөзді айтадай, ақ баталы 80-дегі молдеке. Ал молдеке жақын жоқ келіп отыр тойына, сізге деген ізгі ниет бойындай. Ұрпағыңмен ұзақ өмір кешіңіз, 100 жасаңыз тілегіміз осыдай. Қайымназар Шотбасов, әкім жыраудың 60 жасына арнау. Әкім жанынымызсың, ізден ерген, 60-қа сен де келдің бізде көрген. 60-тай қоңыр салқын күлдіреммен, жастық жаз қайт оралмас іздегенмен. Өнердің егушедің барабозын, сырқатып жүрсің бәлде дарабозын. Есіңде болар сонау аттақырдай, қолындай құмды кескен бала кезім. Бұл кезде бар берекем алдауылда, болмайтын алдауыңда арбауыңдай. Жасаңнан жаның алып домбыраңдай, атандың әкім жырау бар қауымдай. Салатын саналыға салмақ ерен, бұл өлең әуел бастан арнал өлең. Біздікі базар жырау өмір жақпен, Батырбай Өткелбайдан қалған өлең. Жыр көшін жалғап сенде өмір бердің, сан түрді сахнаның төрін көрдің, көбейсе бет ашары келіндердің, ашылып ащы даусың көңіл. Ақшамен өлшенбейді өнер деген, өнерге көнеді тек өнермен ең. Қартайып көңіл шіркін көнермеген, 60-қа бізде көнген. Кеміде бүгінде жұрт жырынды бар, көбейді тиын құмар жырындылар. Айтарын алталасқа тыңдаталған, не деген бақыт деді ау бұрын. Сиреді көше-көше там делде, азайды түсінер жан мән жөніне, әніңе құмарлар көп сонда дағы,
бере бер бойыңдағы бар. Даусыңа бір менмін сол құмардың, бұлағы суалмасын өлтіреннің. Зыр төгіп жан бұлатаң жасындадай, бұрағы босамасын домбырың. Жүніс Сәрсенбаев баласы Сахи қайтыс болғанда. Еге сауғыл әлемнің мұзғазы күшті, еркі бар етем десе ғой әрбірісті. Ақырын Алла өзі оңғырмаса, басыма тастан қатты ғой қайғы түсті. Сақижан жығылғандай басым дедім, күні түн менде сенің қасаң дедім. Басыма қандай заман іс болады деп, жан берген жаратқанға асыл дедім. Ағайын ақыл айтты желіған көп, шықпас жанға бір себеп болама деп. Анасы Сәмелетпен алып кетті, мен жылап қала бердім. Уайым жеп Сақижан Бұхараға ұшып кетті. Кім білер ғайбысын ғой құдіреттің. Отырып отбасында қала бердім, ақырын афу ет деп қой берген дерттің. Мен қалдым кетеріңді сүйіп білек, ақыры не болады деп тұрдым тілеп. Жатқанға жалғыз өзім ұйқым келмей, ұйтқытып баратқандай болдау жүрек. Азанда телеграм ау берген екен, тағдырдың жұмысына көнген екен. Еткен ем боламау, өмір бітсе қолымнан. Шамшырағым сөнген екен. Азанда аэропортқа ғой тұрдым барып, Сәмелет келді, зулап қой көкті жарып. Есенейін Сәмелеттің шықтан асы, Сақидан айрылдым деп болып қарып. Сол кезде қара тұман басты мені, басқаға болса дағы дүние жарық. Көзіме жердің жүзі зұлмат болдау, күн көзі көрінбеді маған анық. Істарман көз алдындай жөнелмедің, бетіңнен сүйе алмадым ғой мейірім қанап. Ағайын қаумалаған келген екен білмеймін. Не болғанын естен танып. Жалғыздан жан кеткен соң ғой тікті үйді, қайғырып қартайғанда ішім күйді. Қарасам көзімді ашып жан жағыма, бетіне қойған екен ғой ұстап шиді. Артымнан алдым жақын, ойлап көрсем, Сақижан тапсырамын кімге үй.
есім жоқ аудардым ғой бастан миды. Сақижан Бұқарадан қайтып келдің, әкеттің күш қуатын үзіп белдің. Көл болат көпті деген қайда тастадың. Ортасына қиян шөлдің. Орнай жылай берме көзіңді жол, шүкір ет тәуекел деп қой беліңді бұл. Сақидың айтқан сөзін айта берсек жегенім жедім болып ішкенім у. Сабыр ет ақтың еткен жұмысына жыласаң таусылама көзіңнен су. Алдыңнан ол дүниеде қауыштырғай таразы құрылғанда орнатып ту. Жас кетсе пайда дейді, уатинеге не пайда, жылаған мен құр денеге. Еркі бар құдіреттің не етсе де әзелге жазудағы пешенеге. Екінші май деген күн айрылды ата-анасы. Ағы қалып көзінің аққандай болды қарасы. Мәңдайына жазылса бәнденің бар ма шарасы. Жалғызынан айрылған, Құранын оқып қайғырған Атам Жүніс мен Сәрсенбайдың баласы.